телефон номері 0-ден бітпеген дұрыс. Мүмкіндігінше. Менің телефон нөмірім 0-ден бітеді. Ал не болады 0-ден бітсе? Ауыстырыңыз онда. Міне Асанәлі Әшімовтың денсаулығында проблема болды. Біз танымал тұлғаға қазір бір разбор жасап көре аламыз ба? Димаш 24 жасында үйлену керек болған екен. Осы екі аралықта Димаш үйленеді. 66 жылғы атамызбен 96 жылғы әпкеміз отау құрған. Ер жігіттер болсын, қыздар болсын, өзінің сезім бар болса, оны көрсету керек. Яғни торымыз болмау керек. Торымыз болмау керек. Қарыз, кредит 2025-те өршіді. 2026-да қалай болмақ? 26 жылы айтып тұр, қиындайды деп. 100% сенімдімін бетперделі адам Димаш деп. Бұл сіздің болжамыңыз қате болуы да мүмкін, 120% сенімді. 120% Айгүл ханым сенімді бетперделі адам ол Димаш Құдайберген. Қайырлы кеш, мен Нұрсұлтан Мейірбекұлы. Бүгін сұхбатымызға нумерология ғылымының зерттеушісі Айгүл Түзелбайқызы келіп отыр. Қош келдіңіз, Айгүл ханым. Қош келдік. Қалыңыз қалай, амансыз ба? Тамаша, рахмет. Жалпы жыл бітсе де, жыл басталса да біз осындай бір ғылымдарға сенгішпіз, сандарға сенгішпіз. Сіз де көп іздеп кететін бір осы уақыт шығар. Жаңа жылдың басындағы ақшақар өзіңіз екенсіз ғой. Желтоқсан айы сондай болады. Сондай, Бұл жыл негізі қорытындылау жылы ғой. 2025 жылдың соңғы саны 9. Адам өмірі 9 жылдық циклдан тұрады. Сонда бұл циклдың соңғысы, сондықтан қорытындылау жылы адам барлық өмірінің саласын, білімін, өмірін, отбасын, қызметін, айналасында қоршаған ортасын, достарын бәрін қорытындылады. Көп байқағаным, осы жылы өнер жұлдыздары арасында болсын, ажырасу өте көп болған екен. Өкінішке орай солай болды. Әсіресе өнер жұлдыздарының арасында неге бұндай нәрсе болып кетті, сандар не дейді ол жөнінде? Бұл 25 жылда көбейгенде шығар статистика бойынша да ажырасу. Жалпы мынау 9 жылдың ішінде өте көп болды. Бұл да соны білдіреді. 9 саны да соны айтады. Бұл қорытындылау жылы болғандықтан бизнесте де тоқырау болады, бизнестің жабылуы да болады, отбасылықта да түсініспеушіліктердің шегіне жетіп, бір шетіне шығуы. Ол әр нәрсенің өз нүктесі болады, ол жететін жері, шыдамның таусылатын жері, сол нүкте осы жер. Сондықтан ажырасулар сондықтан болды. Ажырасулар сондықтан болды. Біз үшін 2025 жалпы ұлы тұлғалар үшін Дулат Исабеков, Асанәлі Әшімов, Күләш Ахметова, Талғат Мұсабаев сынды ірі тұлғалардан біз айырылып қалдық. Бұл жайлы не айтасыз? Егер осы аталған тұлғалардың барлығын жеке сандарын қарап шығу керек ол үшін. Әркімде әртүрлі тағдыр. Ал мен кеше ғана өмірден өткен Асанәлі Әшімовтың сандарын қарап үлгердім. Сол кезде мінекей дәлелденді сандар бойынша денсаулығында проблема болды. Және айырылысу тұр. Сонда ол кісінің отбасы ол кісіден айырылды. Ол кісі де өзінің отбасымен қоштасты. Сандар соны айтып тұр. Минуста тұр. Спад дейді орысша айтқанда, төменге құлдырау тұр. Егер сіз оны бұл кісі өмірден өтпей тұрып қарайтын болсаңыз, анықтай алар ма едіңіз? Әрине, анықтауға болады. Асанәлі Әшімовке ол кісі мен осы 21-не қайтты ғой, содан бері сондай бір қатты толғанып жүрмін, өте маған ауыр дейді. Өзім сүйікті, бәріміздің де сүйікті актеріміз ғой. Ең сүйікті кином, фильм Қыз жібектегі мысалға содан жақсы білеміз, бала кезден білеміз. Сондықтан сол кісіні күнде қарадым, естеліктерінде оқып жаттым, әлі оқып жатырмын. Сондағы мен түйгенім, бұл кісі әр адам осылай өмір сүрсе екен дегенмен. Менде өзіме де сондай бір не қойдым. Міне өмір сүрген екен, осы адам секілді өмір сүру керек. Интервьюінде көріп жатсыздар, айтты ғой. Осы адам баласы кәрілікке де дайындалу керек, өлімге де дайындалу керек. Қолдаймын сол кісіні. Тиктокта бір пікірлер арасынан оқып қалдым. Асанәлі ағамыздың соңғы нөмірі 88-бен аяқталады екен деп. Біреу жазып қойыпты, менің нөмірім 31-мен аяқталады, тез арада нөмірімді ауыстыру керек болды ғой деп. Оған сенуге бола ма, болмайды? Оған неге сүйен айтып отыр екен? 88 деп қай жерде көрді екен? 88 телефон нөмірі дейді Асанәлі Әшімов. Сондай болған екен ғой. Ал өмірден өткен соң 88, онымен бір байланыс бар ма? Жоқ, бұл сәйкестік деп ойлаймын. Кездейсоқ сәйкестік деп ойлаймын.
Сондықтан адамдар оны көңіліне алмау керек. Біреуде 20, біреуде 0 шығар. Бірақ алайда оған да мән беруге болады. Телефон номері 0-ден бітпеген дұрыс. Мүмкіндігінше. Менің телефон нөмірім 0-ден бітеді. Ал не болады 0-ден бітеді? Ауыстырыңыз онда. Неге? Енді оны көңілге алдыңыз ғой. Көңілге алған кезде оған уже бір әрекет жасау керек. Көңілге алып, оны көңілде былай ұстап жүруге болмайды. Жоқ, көңілімде ұстамадым. Бірақ енді 0-ден біткеннен кейін, білмеймін, маған ол бір каждый әр жасаған қадамым жаңадан басталып жатқан секілді. 0 деген ол жоқ деген сөз. Жоқ деген сөз. Жоқ, пустота, бос жер деген сөз. Сонда көріп отырған халық болса, 0-ден нөмір аяқталса, міндетті түрде ауыстыру керек. Өйткені мен ауыстырғам, сондықтан. Не себепті ауыстырдыңыз? Болды ма бір оқиға? Менің бірінші осынауындағы номерім 2-0-ден бітетін еді. 4, сосын 0-0. Мен бермегем, сосын ауыстырып болғаннан кейін бар естіппін ғой. Оны да бір түрлі басқа жағдайлармен ауыстыруға тура келді. Ауыстырып болғаннан кейін 0-мен бітуге болмайды деп естіп қалдым. Енді бұл жерде барлығы сенімде шығар бәлкім. Сенім деп қарастырсақ, оны біз кез келген нәрсені жамандыққа жорамай, жақсы нәрсеге жоритын болсақ, бәлкім барлығы оң алар дегендей ғой. Танымал тұлғаға қазір бір разбор жасап көре аламыз ба? Көре аламыз. Нумерологиялық талдау бойынша Димаш Құдайбергенге талдау жасап көрмекші. 24 мамыр 1994 жылы. 31 жаста жаңа егіздер белгісі және ит жылы. Егіздер белгісіне тоқтайық біріншіден. Бұл тәртіп коды бойынша егіздер белгісіне туған адамдардың өте жолы болғыш. Бұлар қиялы адамдар. Тәртіп кодында қиялшылдық тұр. Көптің көкейіндегі сұрақ. Димаш Құдайберген қашан үйленеді деген фанаттардың сұрағы. Сандар не дейді? Сандар мен бойынша қазір үйлендірейік Димашты. Міне мына жерде қарадым мен қазір. Димаш 24 жасында үйлену керек болған екен. 24 жасында мына жерде үлкен бір махаббат тұр. Прям екі жақтан да взаимная любовь дейді ғой. Прям кәдімгідей үлкен махаббат болған, түрлі себептермен үйленбей қалды демек. Қазір енді 31 жаста, 2027 жыл тағдырын өзгертетін жыл деп тұр. Сол жылда әдейілеп қарадым, сондықтан қарасам, шындығында да 2027 жылдың соңында 2028-ге өтер осы екі аралықта Димаш үйленеді. Сіздің бұл нумерологиялық сандарым бойынша сандар сөйлеп тұр. Бұл жерде кәдімгідей есеппен деп тұр. Енді 24 жасында махаббатпен үйлену керек болған. Ал мына жерде үлкен бір есеп бар. Өте жақсы кезең. Жоқ, жақсыны айтқан дұрыс қой, жақсыға жорыған дұрыс. Кез келген нәрсені. Бұйырса 2027 жылы қазақ халқында үлкен той дейсіз. Той болатын сияқты. 2017 тағдырын өзгерткен жылға деп есептеліп тұр, 23 жасы деп тұр. Сол жылды қараған кезде, мына 2022-де жақсы көтеріліп бастаған, 23-те ойламаған жерде мына үлкен сүйінші хабар келді. Жаңағы выигрыш лотоны ұтып алғандай. 23, міне сол тағдырын өзгерткен жыл болып тұр. Міне сол жеңіс 23 жасындағы. Бірақ денсаулығы кәдімгідей сыр берген. Оны біз біле бермейміз ғой, өзі жақсы біледі. Денсаулығында кішкене проблема болған сол жылы. Соған қарамастан Қытайда міне үлкен жеңіс алып келді. Қазір 2025 жылы жыл адамы дейді, бетперделі адам болды. Қазіргі таңда өзіңізді көріп жүрген шығарсыз, қайырымдылық жасап, бет жүзін жасырып, көп халық соны Димаш Құдайберген деп болжамдайды. Сіз қалай ойлайсыз, сан қалай ойлайды? Мен оны енді бетпердені санға салмадым, бірақ өзімде 100% сенімдімін. Бетперделі адам Димаш деп. Оның біріншіден бойы ұқсап тұр, дене бітімі ұқсап тұр, дауысын кішкене өзгертсе де ұқсап тұр, өзінің болмысы да, мейірімділігі, өзінің қарапайымдылығы. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату, дорогие братья и сестры. Бір нелер ашып қойды ғой жаңағыдай ақша құюға. Балаларымызбен біз салып та тұрамыз. Шамамыз келгенше сол қорға салып та тұрамыз. Мен ойлаймын, ол біздің Димаш. 100% солай ойлаймын. Оған Димаштың барлық жанында Димаш деп айтатын жөн бар. Бұл мына айтады.
тотальная опека дейді да. Бұл сан дәл мына бетперделі Димаш деп дәлелдеп тұр, өйткені адам сұрамаса да көмектеседі бұл. Бірақ Енді бұл дөрекі сіздің айтқанда. болжамыңыз қате болуы да мүмкін, иә? Қате болмайды деп ойлаймын. Сіз 100% сенімдісіз. 120% сенімді. 120% Айгүл ханым сенімді, бетперделі адам ол Димаш Құдайберген. Димаштан басқа ешкім болуы мүмкін емес те. Оған Димаштың бар мүмкіншілігі де жетіп тұр. Әлемдік деңгейдегі мега жұлдыз, оның материалдық жағдайы да жетеді. Енді сол мүмкіншілігін осындай жолмен адамдарға көмектесуге мына сандарды айтып тұр. Мен сондай бір жақсы бір оқиғаны еске түсіргім келіп тұр. 2015 жылы Астана қаласында, ол кезде Димаш әлі Қытайға барған жоқ, әлі бұншама әлемдік деңгейде аты шыққан жоқ болатын, бірақ біз Димашты танитынбыз. Ол енді басқа да конкурстардан жеңді ғой. Осыдан бір 5-6 шақырым емес, қадам жерде Димаш отыр, қасында құрбысы бар, әбдемі бір қызбен, екеуі осындай дөңгелек столда әңгімелесіп, кофе мен шай ішіп отыр. Мен соларға қарама-қарсы отырмын. Қолымда балам, ұйықтап қалған, сөмкелерім бар жаңа. Отырғаным сол екен, Димашқа қарап қалдым. Димаш отыр ғой, мен фотоға түсіп алуым керек. Мынандай деген тарихи сәт қайталанбайды ғой. Қалай түссем екен деп. Жаңағы баламды қоятын жер жоқ. Телефонды қалай ұстаймын, қалай деп әбігерге түсіп жатқанында Димаш көріп отырған екен. Оны мен қалай білдім? Бір уақытта Димаш орнынан тұрады, маған қарай жүреді, қасыма келеді, амандасады, өзің секілді орындықты алып келіп отырады. Сөйтеді де қасындағы құрбысына телефон көріп, менің көз қарасыма мен сөйлескенде жоқпын. Сол кезде айтты, келіңіз, сізбен фотоға түсейік деп. Мен айттым, мен саған жете алмай отыр едім. Қасында құрбысы бізді фотоға түсірді. Сол менің инстаграмымда бар. Мен сол жерде жақсылап тұрып тілек жаздым. Мынандай ұлды тәрбиелеген ата-анасына мың да бір рахмет. Қандай қарапайым, қандай ізетті, үлкен жүректі бала деп бір сондай ризашылығымды білдіргенім бар. Керемет. 2 жылдан кейін мега жұлдыз болды ол жігіт. Өте керемет. Жуырда сан демекші, мен де бір санға қадалып қалдым. Жуырда шығарылым жасадым. 66 жылғы атамызбен 96 жылғы әпкеміз отау құрған. Қазір 11 жылдан бері бірге тұрып жатыр екен. Аралар 30 жас. Жалпы осындай бір мүмкін емес, мүмкіндігі аз махаббаттар осы санға байланысты бола ма мысалы? Жақсы үйлесім бар. Адамдар әртүрлі кезеңде туылады, бірақ бір-біріне өте сәйкес адамдар бар. Екі адам бір-бірін тапты деген сөз. Бірақ олар өмірдің әртүрлі кезеңде туылып қалды. Біреу ерте туылды, біреу 30 жылға кеш туылды. Бірақ бір-біріне өте сәйкес. Мен әркез осылай түсіндірем. Өйткені ондай некелер аз емес, өте көп. Махаббат жасқа қарай ма деген сұрақ өте көп болды. Қарайды ма сіз үшін? Махаббат жасқа қарамайды. Тағы да айтамын, егер екі сәйкес адам бір-бірін жақсы түсінетін, бір-біріне сай адам кездессе, қарамайды. 2025 жылдан 2026-ға ауысатын болсақ, жартысын таппай жүрген бойдағы жігіттермен бой жеткен қыздар бар. Қандай өзіне мүмкіндік жасаса болады? 2026 жыл мүмкіндіктер жылы ма? Қандай жыл? Мүмкіндіктер жылы. Бұл шығыс күнтізбесі бойынша жалыннан от шашырап тұрған қызыл жылқы жылы. Жылқы жалпы қозғалысты жақсы көреді. Ол жылқы қозғалмаса, бір орында тұрса, ол тоқырау, ол нашар сезінеді өзін. Сондықтан бұл жылда бәрімізге өте белсенді бол дейді. Белсенді, сосын көшбасшы болу керек, ешнәрседен қорықпау керек, батыл, өжет болу керек. Мына ер жігіттер болсын, қыздар болсын, өзінің сезім бар болса, оны көрсету керек, білдіру керек, тек қана іске көшу керек. Яғни торымыз болмау керек. Торымыз болмау керек. Осы жылда үйленіп қалу керек, осы жылда нағыз сәтті жыл деп бәрі. Өзіне ұнаған адамға сезімін білдіру керек. Ол адам иә дейді, немесе жоқ дейді. Соның басын ашып алу керек. Бұл жыл 2026 жыл бірінші энергияда, ол күн планетасымен өте тығыз байланысты екен. Ол айтып тұр, әр адам тек өзімен өзі жұмыс істеу керек, өз шешім қабылдау керек. Сіз ешкіммен ақылдаспаңыз, нумерологпен де ақылдаспаңыз. Қызды ұнаттыңыз ба? Қызға тікелей барыңыз. Өз ойыңызбен, өз жүрегіңізбен, ішкі даусыңызбенен. Яғни бойдақтар үшін сәтті жыл 2026, иә? Егер ол белсенді болса сәтті жыл, қорқақ болса сәтсіз жыл.
Жалпы 2026 кімдердің жылы? Кім құлдырайды, кім құлпырады? Ол барлық адамға да тиесілі. Бұл адамның бойындағы қасиетіне байланысты. Егер адам өзін осы өтіп бара жатқан міне 25-ші жылы жақсы дамыта білген болса, 25-ші жыл қайта оралатын болсақ, бұл қорытындылау жылы. Бұл жылы өзін оқытқан, оқып, дамып, тұлға ретінде өскен адам 2026 жылы ары қарай дамиды. Егер оқымаған болса, мүмкіншілігі беріліп тұрса да, өзін дамытпаған болса, бір орында тұрған болса, ол артқа қарай кетеді. Мінекей сол жылдан алды, өсті, дамыды, сол адамдар 2026 жылы өзінің ары қарай белесін табады. 2026 жылқы жылы туылған жандардың жылы. Жылқы жылы туылған жандар үшін не істеу керек, қандай қадам қылу керек, олар үшін қандай жыл? Жалпы жылқы жылында туған адамдар өте еңбекқор. Қаншама ауыртпашылық берсең де, жұмыс жағынан қаншама жүкті мойнына іліп қойсаң да, ол адамдар көтере біледі, оны апаратын жеріне дейін апара біледі, істі соңына дейін бітіре алатын сондай шыншыл жануар, шыншыл адамдар да сол жылы туған адамдар. Сондықтан бұндай адамдардың жолы болады. Бұл жылы 2026 жылы өзінің кәсібін сүйіп істейтін, соны беріліп істейтін адамдардың жолы болады. Ал жаңадай ауырдың астымен жеңілдің, не дейді, ауырдың үстімен жеңілдің астымен жүреді ғой, кейбір адам тиіп қашып, соны бір күндік табыспен, ондай адамдардың жолы болмайды. Рахмет. 2025 жыл қарыз, несие, кредит, бөліп төлеу, жалпы енді банктердің өршіп тұрған кезең ғой. Жалпы сол проблема өршіп тұр. Қарыз, кредит 2025-те өршіді. 2026-да қалай болмақ? Осының шешімі бола ма? Ол болжам бойынша 2026 жылы қиындайды екен. Біз осы уақытқа дейін 25-ші жылы, оған дейін 24-ші жылдары біз оңай ақша тауып келген болсақ, мысалға болды ғой, не бір жақсы ақша тапқан адамдар, мысалы мастер-класс жүргізеді, көп ақша табады, интернетті жүргізеді, тикток пенен, ютуб канал менен, мысалға, әрине оның бәрі еңбек, жеңіл келді ақша тапқан адам. Бірақ 26-шы жылы айтып тұр, қиындайды деп, бұл жағынан. Яғни мынау инфлюенсер, блогерлер, тиктокерлердің нағыз жеңіл емес, біз үшін шығар енді, тырнақшада жеңіл ақшаны табуы қиындайды. Қиындайды деп тұр. 2026 жыл қандай мамандардың жылы? Нағыз жанып тұратын, жұлдыз болатын, өз кәсібінде алдыға шығу үшін қандай маманның жылы? Айтишниктер. Бұл жасанды интеллекттің дамитын жылы ғой. Жасанды интеллект қазір келді өмірімізге, біздің Қазақстанда да бар. Ал басқа мемлекеттерде тіпті дамып жатыр. Америкада, Қытайда әбден дамып кетті. Біз әлі олардың несіне ілесе алмай жатырмыз. Бірақ 26 жылы бізде де дамиды. Енді сол жасанды интеллектті кім тезірек меңгеріп алады, сол адамдардың жолы болады. Сондықтан тездетіп оқып, игеріп, машықтанып алу керек. 2026 жыл IT саласындағы қыз жігіттердің нағыз бағы жағынатын жылдардың бірі, жаңағы ақшасы болсын, айлығы болсын. Сондықтан қыздар, жігіттер IT саласындағы мамандарға тұрмысқа шығып үйленулеріңізге болады. Ал 2026 қалай өтеді? 2000 өте шапшаң өтеді. Көз ілеспейтін жылдамдықта. Сондықтан дайын болыңыздар, жастар. Қазір мысалға сізге осылай алаңсыз отырасыз, сізге бір не түседі, ұсыныс түседі. Ал Нұрсұлтан, бүйтейік. Сіз сол моментте шешім қабылдасаңыз ұтыласыз. Сіз айтады, Астанаға ұшу керек дейді. Сізге мына бір секундтың ішінде сіз шешім қабылдау керексіз. Қабылдап үлгеріп, соны барып жасап үлгеру керек. Сонда сіз ұтасыз. Сондай бір көз ілеспейтін жылдамдықта ұсыныстар да түседі, жұмыстар да пайда болады, бару керек болады, шешу керек болады. Яғни тез ұсыныс түссе, тез қабылдап әрекет ету керек. Егер оны мен 2 апта, 3 апта ойланудың, онда сіз кеш қаласыз. Кеш қалады. Яғни бәріне кеңес болсын, қандай бір ұсыныс түсетін болса, тезірек шешім қабылдап, оны жасаған дұрыс. 2020 жылы кім белсенді, кім көшбасшы, кім батыл, өжет, шешімді қабылдай біледі, өзіне сенеді, өз ойымен шешім қабылдайды, қорықпай, эмоционалды түрде шешім қабылдайды, және еш нәрсені күтіп отырмай, жоспарлап, жоспарын іс жүзіне асырып жүретін
адам және өз кәсібін сүйіп істейтін адам, оны адалдықпен, жауапкершілікпен істейтін адамның жолы болады. Ол адам үй де алады, машина да алады, бәрін де алады. Сондықтан 2026 жыл нағыз белсенді болатын, еңбек ететін, белгілі бір ұсыныстар түссе, оған тез арада шешім қабылдап, әрекет жасайтын жыл. Айгүл ханым, келгеніңізге көп рахмет. Мынау сандар бойынша сөйлетіп, жалпы ақыл кеңестеріңізді жалпылама бергеніңізге көп рахмет. Енді әр адамның өзінің санын ойлап сарапқа салу керек, оның өзі бір үлкен уақыт алады. Десек те 2026 жылды жақсылыққа жорғайық. Бұл ешқандай Аллаға сенбеу, серік қосу деген нәрсе емес. Бұл цифр, яғни нөмірлер арқылы, сандар арқылы сөйлету. Сондықтан да арнамызға жазылып, пікіріңізді жазып, лүпіліңізді қойып кетіңіз. Егер де нумерологиялық кеңестерге мұқтаж болып жатсаңыздар, Айгүл ханымның жеке парақшасын көрсетеміз. Өздеріңіз кеңестеріңізді сұрасаңыздар болады.